Бүгін сіздермен үй жағдайындағы осындай жұмсақ пиццаның рецептімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды және аштықымызды салып араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы керек. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Енді пиццамыздың соусын дайындаймыз. Ыдысымызға томат салып, үстіне жылы су құямыз және орегано приправасын салып араластырамыз. Неке соусымыз дайын болды. Қамырымыз да көтерілді. Қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Ұнның көмегімен осылай видеодағыдай жаямыз. Қалыңдығы 1 мм етіп жаясыздар. Формамызға қойып, үстіне жаңағы дайындаған соусымызды жағып, өзіңіз қалаған колбасамен жасасаңыздар болады. Мен колбаса помидормен жасадым бірінші пиццамды. Пештің градусын ең жоғарғы температураға қоясыздар. Қатты қызып тұрған пешке 15 минутқа пісіріп аламыз. 15 минуттан кейін үстіне сыр сеуіп, сырымыз ерігенше тағы да пешке салып аламыз. Осымен пиццамыз дайын. Осылай бөліктерге бөліп, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Екінші пиццамызды да дәл осылай дайындаймыз. Тек салмасын өзіңіз қалаған ұнататын заттармен жасасаңыздар болады. Егер сіздерге менің каналым ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесіде қандай рецептпен бөлісемін, сол туралы да комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.